Айтқан кезде қимылдайсыздар, бір науқан қыласыздар, ары қарай тоқтатасыздар. Күнделік жұмыстарыңызға осы негіз болсын. Сіздердің ол негізгі жұмыстарыңыз бюджеттің қаражатын үнемдеу, әр тиынын тиімді пайдалану, сапалы жұмыс жасау, сапалы жұмысты ұйымдастыру, ол сіздердің жұмыстарыңыз. Басқарма басшылары сіздердің де, менің орынбасарларым, барлықтарымыздың жұмысымыз сол. Ең бірінші елге қолайлы жағдай жасау, сапалы жұмыс жасау, елдің қаражатын тиімді пайдалану. Талан-таражға салуға ешқандай жол жоқ. Burada болған шынын айтқанда. Біз қазір қаншама жол жасап жатырмыз, қаншама әлеуметтік нысандар салып жатырмыз. Соның көбісі талан-таражға кетіп жатқан қаражатты тоқтаттық, сол қаражатқа істеліп жатыр. Даладан келіп жатқан жоқ, көріп отырсыздар, білесіздер. Оны да әңгіме қылады. Сол ақша әр жаққа кетіп жатқанда ешкім үндеген жоқ. Енді соған 21 миллиардқа стадион салды десең, қымбат салады дейді. Тағы дұрыс болсын, елдің алды болсын. Оның ішінде 20 мың жабық спорттық секциялар бар, акимат 15 мың квадрат. Ол 20 мың шаршы метр. Оны есептемейді. Аяғына дейін жетпейміз. Жол істесең, оны әңгіме қылады. Сол бір білім саласының өзінде 18,5 миллиард жылына кетіп жатыр. Арт спортта 4 миллиард. Атаулы әлеуметтік көмек 46%-ға төмендеттің ғой да, ол 3 миллиардтың үстінде. Почти уже 30 миллиард. Оны есептемейді, жаңа проектілерге кетіп жатқан ақша бар, оның бәрін тоқтаттық. Демеушілікпен істеп жатыр. 30 миллиардтың үстінде ақша. 2,5 жылда ол қанша болады? 70 миллиард. Вот соған жасалып жатыр. Оны есептемейді. Тек бір кемшілік іздегісі келеді да бізде. Жақсы жағын көре білу деген өкінішке орай азайып бара жатыр да көп кісілерде.